Достар, біз өріске шықтық. Қайырлы таң баршаға. Алдыдан жақта кетіп бір жатыр қойлар. Арты мына жақта келеді. Өріске кеттік. Таңертең сағат қазіргі 8-ден кетті. Күн шықты. Күн шықпаса бұлар да жүрмей қояды. Қой, бер кел, қой. Бер кел. Артына жақтан енді түсіп келе жатыр. Ешкі бақтым, есімді жидым, қой бақтым, қоңырау тақтым, сиыр бақтым, сидан қақтым, түйе бақтым, керуен салдым, жылқы бақтым, жалман қақтым. Ағайын, армысыздар? Ассаламағалейкум, құрметті қадірлі көрермендер. Бүгін біз арнайы қой бағып шықтық. Өрісті көрейік деп, қой жағдайын көрейік деп біз келді. Қар деген қалың. Бізде қазір ауа райы жақсы болып тұр өте. Назғоңғырмен қойды бағып, дубленканы киіп, қабыланды киіп, сотка қолда. Интернет деген ұрып тұр. Батырай көтіп болса, пауэрбанк бар, алып аламыз смело. Интернетке кіріп, YouTube, Instagramға кіріп қойып, Ватсапқа жатамыз. Қой мына жақта көрсетіп қой. Мына жақта бір қой. Көрініп тұр ма қойдар? Көрініпті. Әңгімені соғып айдарменен. Осылай достар. Міне қойлар тебіндеп жатыр қазір. Қар жауып салған қалың. Солай ма Неге? Міне мұнда рекс бар, көмекші. Қой демей. Ақтабан бар, баласы ақтөс. Семейный. Міне мына жақта өрісті көрсетейін қазір. Қар жақсы жауды. Қой жаты. Міне қойлар тебіндеп жатыр. Көріне ме міне? Жанына барып тағы да түсірерім. Тебіндеп жатыр. Қысты күні қойды еріп бағу кереккен. Жүргізе бермей, тоқтатып, қайырып отырып. Солай майды? Еріп. Сол кезде тойынады. Әйтпесе жүрген жерін таптап тастайды екен да. Екінші кәрі ол жерге жайылмайды. Солай достар. Сіздер жақта өріс қалай болып жатыр? Міне. Баян жүрек тауы деген осы болады. Ар жағындағы жоңғаралы тауы. Мына жақтан Суқсай ауылы, Арасан ауылы бар. Мына жерде. Мына таудың ар жағында Ақсу, Жансүгір, Ақсу ауданы. Қай жақтансың деген кісілерге. Ақсу ауданынамын, Алматы облысы. Суқсай ауылы, туып өскен, құтты мекен. Көрейік тағы да, жалғастырамыз. Қайыр ажан, қайыр, қалды. Қойды айдап, ермесе, жүре беретін түрлері көп. Хей, қайыр ажанан, қайыр. Болды, бер кел, болды. Болды, жетет, жатсын осылай. Қарап қояды ағалар. Қарап қояды. Қу қойлар бұларды. Қосылайын деп қалды. Қайт десек қарап қояды, тоқтап. Осылай төмен үстінде отырасың. Аттың үстінде. Тау басында, табиғат аясында түскі ас бізде. Жүкті жақсы істеймін. Жақсы істейді. Тау басында түскі ас табиғат аясында керемет болып жатыр.
Қалайсыздар достар? Түскі тамақты тамақтанып алдық. Енді өріске салайық қойды. Рекс, ар жағын айда. Қайыр ар жағын. Рекс жақсы көмекші. Көбін қайтарып тұрады. Болды, қой, жат. Болды, жетет. Болды, тоқта. Болды, бергелме. Бергел. Ай, молодец. Болды. Красавчик. Тұмылдық тақ қойғам. Түс қайтты. Аржан, қайыр. Мә, Рекс. Қайыр. Қайыр, Аржан, қайыр. Аха. Ай, молодец. Аха. Болды. Жетет, болды, жетет. Тоқта. Красавчик. Молодец, Рекс. Қысты күні қой бағы осылай болады. Бұл қой бағатын шопандар қазіргі таңда жетіспей жатыр. Сұранысқа ие мамандық былайша айтқан кезде. Істейтін жұмысың таңертең кетесің, кешке келесің. Аттың үстінде ары бері айғайлайсың. Былай қойды қайтарасың, сонымен айтуға оңай, сонымен уақыт өтеді, сонымен кеш батады. Қойдың жайлысына қарайсың, қыста еріп бағасың дегендей, жазда жіберіп бағасың. Әр қалай. Общем, мамандық деген қазіргі таңда Қазақстанда жетіспейтін мамандықтардың бірі қойшы, бақташы керек. Қазіргі таңда ең төменгі жалақы 40 мыңды құрайды. Ол кемінде 200 бас қойды қарасың, біз жақтағы территорияда Алматы облысы бойынша енді. Басқа жақтарда білмеймін. 40 мың жатын орны тегін, тамағы тегін, 3 уақыт тамақ, жатын орын, бүкіл условия жағдай жасалған, тек қана қолыңан наличка 40 мың теңге аласында жүре бересің. 45 мың теңге алуға болады. Енді ол қойға байланысты, қойдың санына байланысты, келісімге байланысты. Енді жұмыссыз отырғаннан гөрі жақсырақ нәрсе ғой. Мен өзім бақташы іздеп біраз ақпараттарға, Ватсап группаларға жіберіп көрдім. Кәдімгідей 20-30 адамдай шықты жұмыссыз деп жүрген. Бірақ қой бағуға келген кезде бәрі тіреліп қалады. Жұмыссыз жүрген ойда жоқ. 40 мыңды менсінбейді дегендей. Оның айналып келгенде тамағын, жатын орнын есептеп қарасаң, айына кәдімгі өкіметтің жұмысында мысалы 60 мың теңгеге жұмыс жасасаң, оның 40 мың теңгесін 40 мың мен 50 мыңның арасында минимум 40 мың сенің расходыңа кетеді. Тұрғаның, жегенің, тамағың, ішкенің деген сияқты. Сондай расходтарға кетеді қарап тұрсаң. Былайша айтқан кезде 80-90 мың теңге аласың ғой. Бөлінбеу керек осы. Көрейік бар жағын. Солай достар, осы қой бағу деген. Жылы киім киіп алсаң, атың жақсы болса, итің жақсы болса, без проблем. Жатын орның, тамағың. Одан кейін мына жерде қазір көп адамдар қорқып қалған. Яғни шошытып қазіргі халықтың жауапсыздығының себебінен бұл. Былайша айтқан кезде, яғни қой бағуға бақташы керек, фермаға, яғни базға, фазендаға керек десең, кейбір адамдар сескеніп қалады. Неге? Өйткені кейбір кісілер бар, енді нақты енді бірең саран 5 саусақ бірдей емес дегендей, жақсы да бар, жаманы да бар. Құмдағы кісілер болады, таудағы кісілер болады, әр қалай енді. Мысалға, бір кісіні әкеледі делік, келсе, жақсы, жағдайың жақсы, төлейміз жақсы деп, сонымен оған жұмысты жасатады, аяғында ақшасын төлемейді, сөйтіп еңбегін жейтін адамдар бар. Ол еңбек ақысы деген, адамның хақысы деген өте қиын мәселе шариғат бойынша. Өте сол себепті, сондай кісілердің себебінен бақташылардың жетіспеуі де бір себеп оған. Айта келген кезде. Яғни еңбек ақысын дұрыс төлемейді, лақтырып кетеді, қуғын сүргінге деген сияқты әңгімесі бар. В общем, қысқасы сондай әңгімелер. Соның бәрін қою керек. Адамның еңбек ақысы жақсылап төлену керек, еңбек бағалану керек адамның. Ол онсыз Қазақстан дамымайды былайша айтқанда. Адам хақысы деген, кісі хақысы деген өте қиын жауапкершілік. Солай достар, қой бағу деген жалпы осылай. Сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар, өріске қайтқанда бір түсірермін. Одан кейін айта кететін жағдай, егерде мысалға жақсы 500-ден аса, 700-ден аса қой болса, жақсы айлық алуға болады. 100 мыңдап, 150 мыңдап, 200 мыңдап, 300 мыңдап деген сияқты, қой басына байланысты мысалға. Егер мысалға менде 700 қой, 800 қой болса, без проблем 150 мың теңге төлеп отыруға болады. Өйткені ол расходтың бәрін жауып отырады да, өсірген малың. Қазір мына жерде
400-дей тұяқ бар, өзіміз қарап жатырмыз. Ағайын, үйге қайтамыз. Қойларда қамданып жатыр. Қайт! Үйге қайтамыз, қайтыңдар! Кеттік! Рекс, айдап көш, барып жүгір. Қайтамыз. Айдаш барып, төмен жақта, айдаш. Бар, айдаш. Молодец. Кел, айда. Ақырын айда. Болды. Бер кел, болды, жетет. Бер кел. Болды, тоқта. Болды, бер кел. Достар, біз қайттық үйге енді. Өрістен қазір үйге жете алмай қаламыз, қараңғы болып кетеді. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызбен бөлісіп, қолдап, лайктан лайкылатып, комменттан көмпілдетіп жүріңіздер ағайын. Аман болыңыздар.